Ак менен кара улак ары жүгүрүп, бери жүгүрүп, так секирип ыйлакташат. Бери жагымда калың бадал, экинчи жагымда калың тикенек. Эч кандай кой эчки көрүнбөйт. Sen ağlaksın, til ukpağan akmaksın. Beni arı beri suyurup жүрүp, akıradaştırdın. Emi canım barda ene bizi tap. Kara ulak alda çırkayt. Ay ağlak, akmak canım barda bas deymi. Ак улак бир жерден жылбайт, ойлонуп тура берди. Алыстап кеткен койду кантип табабыз? Балким тоон ашып, жайлоого барып калган чыгар. Жайлоого жол таап баруу кыйын болсо да, жол издеп көрөйүн. Сага айтайын дегеним, эчки менен эргешпегин. Мен айтканымды аткаргын. Муну аткарбасаң, адашып өлөбүз. Кара улак эки кулагы тик болуп, коркуп, Makul, senin dilinde alamın. Жүрүп кеттик. Ак улак жол баштап алдыга түшөт. Тоо этегине келип, эки жагын карашып турса, алдыларынан бир түлкү чакырат. Өзүң аппак, сулуу улак экенсиң. Агаңда келишкен неме тура? Чарчап калгансыңар. Биз түнү үйгө барып, даам сызып келдиле. Менин дагы силерде эки балам бар. Бирге ойноп, эс аларсыңар. Түлкү ойлонот. Ак улак кичинекей экен. Эбин таап жеп алайын деп ниети бузулат. Туке, тетиги дөбөнүн туу жокусунда, кара таштын астында бизди карышкыр күтүп олтурат. Ал кара улак экөөбүздү конокко чакырган. Сизди ээрчип кеткенибизди көрсө, ачуусу келет го. Ашекеңдин каары каттуу экенин билесиз. Эгер кааласаңыз, биз менен барыңыз. Жарайт. Силер алдыга бара бергиле. Мен артыңардан жетип барып калам. Улактар секирип ойноп, кетип жатса жолдорунан каршы чыгып, оозун чоң ачып, улактарга тап берет. Түлкү карышканын көрөр сабат сайга кире качат. Бурсагым ачып келатты мына. Мындай жакшы болбоду. Мен силерди жейм. Ашеке, тетиги дөбөнүн туу жокусунда, кара таштын түбүндө бизди аштан күтүп жатат. Ал тоодо жортуп жүргөн кайбирендерге, учкан кушка, айбанаттарга
padişah bolup geliptir. Erteң menenki tabağına 2 muzoonu, düşkü tamağına 2 ulaktı, keçkisini 2 koz yedi eken. Sizdin bul kılığınızı bilse, Burkan şarkan bolup, açulansa özünüz yazın bolup kalbanız. Meyli jeseniz je beriniz, bizge bari bir. Karıştır. Tegin Dağıstan'da karagın. Seni çakırıp jatar. Karışkan şaşkalaktap, alda kasını karap. Tappay balandı, cappay jalandı. Koy bula men kaçtım. Деген бойдан қачып жөнөй. 2 улам жүгінген бойдан bir тоғының başına шығады да, қарасаң тегінде қойлар жүреді. Qarasam, tetiğinde koylar жүрөт, koydun артында açan çolpon ata жүрөt. Екеуі улақ майрап тұрқап жөнөшөт. Тұрқап келген ақ улақты жерден көтеріп, алат чолпон ата. Ой сілерді қарағыла, қыр бойлып іздеп таба албай қойдым. Өзгөр талап келгендер жақсы бол. Жарайсыңар, ақ улағым, аппағым, ақулақ жаман, ақмақ деген деп мазақтағандар өздері ақмақ. Ақ улақты құшақтап, орнына қысады. Жүргілі кеттік бұзылар. Комуштетим манас айтып, эл атаган колдойбуз. Ырда бийлеп тегеренип, шаңду шайыр балдарбыз. Атын айтып баатырлардын биз космосту беттейбиз. Алыстагы жылдыздардан ата журтты эстейбиз. Ребенок нежный, солнце, лучик, а может маленький цветок, всегда ранним, а к сердцу ключик утешает не любой знаток. Қойчы қойларды жайып, өзі болса аршаның түбінде ес алған отырады. Қараса жолбарыс тұрады. Қойчы таяғын ала қойып, ұрғып тұрады. Жолбарыс адамға еме секірейін деп жатқан, бирок таяқты көріп тоқтап қалады. Аны мылтығы деп ойлайды. Алар бір-біріне қарап, еш кімісі бір-бірін қол салуға батынбайды. Алардың жанынан түлкі чурка баратқан. Ал қойчы менен жолбарысты көріп, алар бір-біріне қорқып жатқан түшінді да, ушундан пайдаланып қалуны шешті. Түлкі жолбарысқа келіп, мындай дейді. Жолбарыс әке, адамдан қорықпа. Ағатырылып жығып, анан же. Сенде болғаны құлылық қана, адам ақылым жоқ. Сен әмде соқырсың бұл, қарабайсың бір, аны мылтығы бар. Алатып жіберсе, менің жоқ болғаным,
Ele sol kengешиңди бербей эле кой. Андай болсо, мен ага барып, сени өлтүрбөшүңдү сурайын. Эгерде мен сени сактап калсам, эмне бересиң? Эмне сурасам, ошонун баарын берем. Түлкү койчуга барып мындай дейт: Койчаке, эмне турасың? Жолборс сени жегиси келип жатат. Мен аны күтө турушуп, ана араң көндүрдүм. Эгерде мен сени сактап калсам, эмне бересиң? Ой, эмне сурасаң, ошонун баарын берем. Мага бир гана нерсе керек. Сенин бутуңдан 2 сапар иштесем, мага ошол жетет. Макул. Жолборстон эле куткарсаң болду. Түлкү жолборско чуркап келет: Жолборс аке, сен көп жашайсың. Мен айтпагам деп койчуна араң көндүрдүм. Тезирээк кач. Эгерде ал кайрадан ачууланса, атат сени. Ошондо сени күткөнүң. Күнүң бүткөн ошол. Жолборс сүйүнүп кетип чуркап кетет. Түлкү койчуга чуркап келет: Койчаке, сен убадарыңды унуткан жоксуңбу? Жок, унуткан жокмун. деп койчу бутуну сунат. Бутунан түлкүнүн тиши эме киргенде, оорусуна чыдабай кыйкырып жиберет. Ай! Түлкү артка секирет: Ким кыйкырды? Сени эмне ишиң бар? Жок, койчаке. Сен биринчи ким кыйкырганын айт. Антпесе сага жакындап барбайм. деп коркот. Макул, болуптур айтайын. Былтыр бизде аңчылык болгон. Мага да жаман болду. Менин тайганым 2 күчүк тууду эле. Мен ал тайганымдын 2 күчүгүн жеп койгонмун. Эми күчүктөр мени курсагымда чоңоюшуп жатышат. Алар сенин жытыңды алса керек. Түлкү коркуп кетет. Бирок билдирбестен камырабай мындай деп жооп берет: Мен сенин күчүктөрүңдү бат эле жөнгө салып коймокмун. Бирок мен жолборско иш боюнча барууга туура келди. Сен тайгандарыңды кармап тур. А мен кайра келгенде түлкүгө асылганда ана көрсөтөмүн. Макул. Тезирээк чурка. Түлкү чымын күйүн болуп, сүйүнгөн бойдон качып жөнөдү.